21 наурыз күні Қаратау ауданына қарасты Тұран 2 шағын ауданында нөсерлетіп жауған жаңбыр мөлшерінен асып, 2 отбасының баспанасын су басып қалған болатын. Тосыннан келген апаттан адам шығыны болған жоқ. Өкініштісі, үйлердің қабырғасына сызат түскен, іргетасы опырылып, ортасына түскен. Мереке қарсаңында қолы босамады ма, әйтеуір арада 5 күн өткеннен кейін ғана әкімшілік тарапынан арнайы комиссия құрылды. Неше жылдан бері біз 15 жыл болып тұрғанымыз, неше жылдан бері ағып жатыр, қарғында ағып жатыр, неде ағып жатыр, ешқандай үйімізге жеткен жоқ. Дәл осы үй осы бүгінгі таңда болып отыр. Бұл негізінде суалды үйтті бүйті дейді, мынау табиғаттың тосынсы, табиғаттың тосынсы емес бұл. Бұл негізінде қолмен істелінген нәрсе дейді. Болмасам бұл жерде 15 жылдан бері су ағып жатқан, мынау сайтығын су ағатын. О, неге кальцияға кететін мынау. Ал бұны келді, жолды бекітті, айтып жатыр ғой жаңа. Оған бардық. Заявление жаздық, әкімге бардық. Оны тыңдамады, бізде проект жоқ деді. Енді келіп мына жаққан әзір 60-70 үй салынып жатыр. Солардан барына 3 жол салынған барлығына. Барлығымен неден келіп, жаңа лотокпен келіп ошақ қойылады. Сонда олар қай басымен істеген солар? Бұл жерде халық барау, ел барау, үй барау деп қаяқтан ойланмаған ба? Кімдер де сонда? Хорошо, вовремя бүктелерін, сиырларын, малдарын мына соседке апарып қойып қойды. Соны апарып айтып барып, не паш етіп құлады аяқтағы. Оқиға орын алған күннен 2 тәуліктен кейін, яғни 23 наурыз күні Тұран 2 шағын ауданының тұрғындары осылай деп уәждерін айтқан болатын. Тіпті мереке қарсаңында жаңа су қойма ашылды деп ашынғаннан айтылған сөздер де болды. Бұған не дерсің? Құда қаласа, мынау мейрамның қарсаңында су қоймасын аштық. Келіңіздер, шомылып балық аулап жатайық, рахаттанып. Әттең өзекті өртегені осындай төтенше жағдайда. Хәл сұрайтын халық қалаулысы, не әкімдіктегілер мұнда аяқ аттап баспағаны деп назданады. Түйген жоқ қой, міне сол кешегі мына қардың кезінде бір келді, міне үйдің бәрін ой жарамсыз екен, кешке тағы соғамын деді. Кешке келеді ғой деп қалған нәрсемізді айтпастан қалып еді, міне кешке шейін күттік. Кешке болдық та уже осы жерде қондық. Жоқ. Міне кеше сел үйден жүрдік. Жоқ. Бүгін жүрміз міне. Жоқ. Арада 5 күн өткеннен кейін Қаратау ауданы әкімшілігі тарапынан арнайы комиссия құрылды. Тәуелсіз сарапшылар төтенше жағдайдан зардап шеккен 2 отбасының баспанасының материалдық шығынын есептеп, сараптама нәтижесін шығармайынша берілетін көмек мынадай деп шорт кесіп айту қиын дейді Қаратау ауданы әкімінің орынбасары. Мен өзім басында болдым, азынан кешке дейін. Ona суды қазір жанында суды сордық. Қазір көріп тұрғаныңыздар өзде су жоқ. Мен өзім осының басында болдым. Төтенше жағдай болды, қазір тәуелсіз сарапшылардың қорытындысына қарай, соған қарап жаңағы комиссия шешеді оны, қандай көмек берілетінін. Бағасын енді бұзу, жаңағыдай соғу бойынша енді оны комиссия шешеді. Енді қазір тәуелсіз сарапшы беріп жатыр қорытындысын. Үйге тұруға жарамды, жарамсыз, қандай материалдармен соғылған, қандай шығындар келді, сол бойынша қазір бізге береді. Ал тәуелсіз сарапшының сөзіне құлақ түрсек, екі апат жағдай деп танылады. Үйдің астына 1 метрге дейін су кеткен. Үйдің негізі, іргетасының негізінің барлығы зәктенген. Жол тұрақсыз. Ол кез келген жағдайда ыңғайсыз жағдай орын алуы мүмкін. Үй құлауы мүмкін. Содан кейін бұл апат жағдайдың негізі орын алу себебі мына шығыс жақтан ылдиға қарай соққан. Сөйтіп мына жерде осы үйлерден кейін 5-6 метрге дейін соған жер бекітілді. Мына жер арна болып қалған. Арнаның жолы бекітілгеннен кейін, су жүретін жолдың бекітілгеннен кейін мына жерге су жиналған. Себебі сол су жиналып, мына үйде мысалы 1,5-2 метрге дейін көтерілген. Сол себептің барлық мүлкі қираған, жарамсыз болып қалған. Келешекте бұл жерден де үй салу мақсатында пайдаланатын болған жағдайда мына жолдың астында суағар болу керек. Көпір былайша айтқанда. Ол жоқ қазір. Ол жерде осы біз тұрған жеріміз плотина есебінде ғой. Су жинау аймағы есептеледі. Иә, бұл төтенше жағдайдың басты себебі 2017 жылы басталған Тұран шағын ауданындағы инженерлік инфрақұрылым. Соның ішінде жол мәселесі. Мұнда жауын-шашыннан жиналатын суларды шығаруға қажетті құбырларды орнату қарастырылмаған. Тұрғындардың жан айқайына осылайша электронды түрде хатпен жауап берілген. Неге деген сауалмен аудан әкімінің орынбасарынан сұрап көрдік. Қарап тұрсақ, Қаратау ауданының территориясындағы ұшқан құспен жүгірген аң демесек те, әрбір құрылыстың
құрылыстың құжаты аудан әкімінің алдынан өтетіні көпшілікке аян. Алайда бұл мәселеде аудан әкімдігі ат-тұнын ала қашып, мәселені Шымкент қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасына сілтеп отыр. Ол құжаттардың бәрі сіздердің алдыңыздан өтеді. Иә? Жоқ, өтпейді. Өтпей ме? Жоқ. Енді бұл жерде ЖСХ дайындалады, яғни ПС дейді, проектный сметный документация. Оның бәрін ЖКХ басқармасынан сол кісілерден өтеді. Жолға да ондай қатысым жоқ. Бұны ЖКХ басқармасы. Бізбен келісіледі, ол енді жұмыс барысында. Азамат Пармановтың сөзіне сүйеніп, Шымкент қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасымен байланысып көрдік. Сондағы берген жауабы, орын алған олқылық бойынша жұмыстар атқарылып жатыр екен. Тиісінше суға батқан 2 баспананың ең төменгі нүктеде орналасқанын алға тартып отыр. Енді қазір сояққа су жиналмасы үшін біздің 7-ші көшеміз бар, сол 7-ші көшеден бөгет жасап қойдық, суды өткізбейтін қылып. Зардап шегудің қазір азайтудың, конечно, ол қазір жол қарастырылып жатыр. Ирригация жүйесін жүргізу, бәрін бір жүйеге қосу, бір жерге әкеліп жинап, оны тазалап, басқа жаққа айдау, жіберу шаралары қазір қарастырылып жатыр. Жоқ, қарастырылмаған болғанда ол жерде өздерінің бұрынғы ирригациялық лотогы бар. Бірақ та айтып жатырмын ғой, қазір жолдар салынды, магистралдық үлкен жолдар салынды, оған төселді. Сол жолдардың суы уже көптеу көлемде келіп орын алды содан. Енді соны біз жүйелі түрде бір жерге жинап, сөйерден или сорып алып кету, или жаңағы насостар орнатып айдау, сол шаралар қазір қарастырылып жатыр. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Айтылған сөздің астарына үңілсеңіз түсініктақ. Тұран 2 шағын ауданындағыларды шырылдатқан бұл жолдың шешімі тек сәуір айында ғана белгілі болмақ. Десе де жауапты мамандар аталған мәселе күз айында толық шешіледі деп сендіріп отыр. Неде болса қалған істі тақсыр уақыттың төрелігімен көре жатармыз. Айгер Мегізбек, Ғалымжан Ерназаров, Бағдат Төреханов, Абылай Айдарбеков, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.